Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен 2025-тің хит пирогы Орео печеньесі қосылған сметаник пирогын сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, белсенді болып отырыңыздар. Біз ең алдымен пирогтың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, какао, қант, қопсытқыш, жұмыртқа және сары май керек болады. Бірінші біз ұнның үстіне какаоны, содан соң қопсытқышты салып, үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осы құрғақ ингредиенттерді қазір біз електің көмегімен өткізіп, басқа ыдысқа салатын боламыз. Үлкенде ыдысқа салыңыздар, өйткені қазір осы жерде біз қамыр илейтін боламыз. Құрғақ ингредиенттердің барлығын міндетті түрде електен өткізіп қосу керек. Електен өткізіп болдық, енді оның үстіне қантты саламыз да барлығын жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Енді осы құрғақ ингредиенттеріміздің үстіне қатты сары майды саламыз да қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып ұн мен сары майды ұнтаққа айналдырамыз. Қолымызбен осылай езе отырып ұнтаққа айналдырып шығамыз. Міне бізде шоколадты осындай ұнтақ пайда болуы керек. Енді осы массаның үстіне жұмыртқамызды салып, қамыр илеп шығамыз. Егерде қамырларыңыздың басы бірікпей жатса, тағы да жарты жұмыртқа қосып жіберуге болады. Міне бізде шоколадты осындай қаттылау, қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр шықты. Енді осы қамырымызды целлофанға орап, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қалдырамыз. Ал біз бұл уақытта пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, қант, 6 дана Орео печеньесі, жүгері крахмалы және жұмыртқа керек. Үлкен ыдысымызға қаймақты салып аламыз, оның үстіне қантты саламыз, содан соң крахмалды, одан соң жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Біздің массамыз біркелкі болып шығуы керек. Міне біздің пирогымыздың салмасы дайын, осындай біркелкі сұйық масса шықты. Енді жаңағы Орео печеньелерімізді аламыз да 4-ке бөліп, осылай үлкен-үлкен етіп тастап шығамыз. Менде 6 дана болды, осы 6 дананың барлығын салып шығамыз. Печеньелерді салғаннан соң осындай күрекшенің көмегімен жақсылап тұрып әдемілеп араластырып шығамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, өйткені қазір печеньелеріміз езіліп жаман болып қалуы мүмкін. Кішкене ғана араластырып қоямыз. Пирогымыздың салмасы дайын. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып алып, формамызға қойып, қамырды жайып шығатын боламыз. Менде форманың диаметрі 20 см немесе 22 см жасасаңыздар да болады. Міне пирогымыздың қамырын жанына да, астына да жететін етіп және бірдей қалыңдықта әдемілеп жайып алдық. Енді пирогымыздың салмасын құямыз да әдемілеп біркелкі етіп тегістеп жібереміз. Пирогтың салмасының ішіндегі печеньелері осылай барлығы бір жерге үйіліп қалса, күрекшенің көмегімен осылай әр жерге қойып жібереміз. Осылай форманы ұстап тұрып бір тегіс етіп аламыз. Енді жаңағы Орео печеньеден 3 данасын алып қойған едім. 3 данасын аламыз да ортасынан бөліп, осылай 5 жерге әдемілеп қойып шығамыз. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста бір 35-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне қарап тұрсаңыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң тура осылай формада толықтай суытамыз. Ыстық кезінде форманы босатып шығарып тастасаңыздар, пирогымыз формасын ұстамай бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан да пирогты духовкадан, яғни пештен шығарғаннан соң толықтай суытыңыздар. Менде пирог толық суыды, енді ішін кесіп бірге көретін боламыз. Пирогтың қамыры барлығы әдемі үйлеседі екен. Дәмі енді маған қатты ұнады, тура бір балмұздақ секілді. Міндетті түрде сіздер де дайындап, дәмін көріңіздер. Қараңыздаршы, ішкі көрінісінің өзі бір әдемі болып тұр. Қазір сіздерге кесіп бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі енді сөз жоқ, күшті болып шыққан ғой. Мен сіздерге қатты кеңес етемін. Міндетті түрде мына пирогты жасап, дәмін көріңіздер. Баршаңызға сәттілік тіледім. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.